Сәлем достар, сіздермен Кахот арнасы. Біз қазір CapCut приложениесіне толық обзор түсіретін боламыз. Яғни ішіндегі қайсысы қандай қызмет атқаратыны, қандай видеолар жасауға болады, лайфхак, идеялар мен жалпы өтір нүктесіне дейін барлығын түсіндіретін боламыз. Сол үшін де видеоны өткізбей аяғына дейін көріңіздер. Ал біз кірейік CapCut приложениесіне. Бірінші Nobi проекттің басып осы жерден өзімізге керекті фото, видеолар таңдап аласыздар. Мен мысалы мұнан алдын дей салайын. Енді астыңғы негізгі бөлімдерге тоқталып кетейін. Бірінші изменить дегеніміз ол видеоның үстін бассақ та, измениттің үстін бассақ та екеуінен де бірдей нәрсе шығады. Мысалы мына видеоның үстін бастым қазір. Енді измениттің үстін бастым, екеуі де бір, яғни видеоға қатысты нәрселер. Екінші звук дегеніміз ол музыка қою. Осының звуктың ішіне кіретін болсаңыз осындай нәрселер шығады, төрт түрлі. Бірінші звуки дегеніміз ол CapCut приложениесінің ішіндегі музыкалар, әрқайсының ішінде әртүрлі музыкалар бар. Және де мына жағында ваши звуки деген тұр. Бұған кіретін болсаңыздар, бұл телефонның ішіндегі музыкаларды қоя аласыздар. Яғни ол Android телефондарында ғана, өйткені ішінде музыка сақталады дегендей, ал iPhone-дарда ондай жоқ. Енді iPhone-дағылар тек қана Telegram-мен ғана қоя алады, немесе экран запись жасап қана Telegram-мен қалай қою керекін, немесе YouTube-дағы музыканы қалай қою керекін, Telegram-да қандай боттары бар, оның барлығын қазір айтамын. Және екінші эффекттің ішінде жалпы сигналдар, звуктар, андай машина жүріп баратыр, ұшып баратыр, қычық деген нәрселер барлығы жалпы осының ішінде. Үшінші папка сияқты, үшінші ол осы видеолар. Видеоның үстін басатын болсаңыздар, осының тек қана аудиосы алынады. Төртінші ол өзіміздің дауысымыз. Енді мына аудио тақырыбынан алыстамай сразу көрсетіп кетейін, жаңа Telegram-мен қалай жіберу керектігін. Жалпы ол Android-ға да, iPhone-ға да екеуіне де бола береді. Android-тар текке память толтырып, телефонға сақтап жүрмей-ақ бірден осылай жібере берсеңіздер болады. Мен жалпы осы Telegram-ға осындай канал ашып қойғанмын. Бұның ішінде жалпы монтажға қатысты, және де жалпы жаңадан шыққан әндер барлығы осының ішінде сақтап, осының ішінде жіберіп отырамын. Сіздер де тіркеп қойсаңыздар болады. Енді мысалы мына әнді салайық. Мына әнді қалай жібереміз? Мына оң жақ жоғарғы жағында стрелка тұр, осыны бассаңыздар, және де тағы да шықты. Соң үстін бассаңыздар, астыңғы жағын жылыстаңыздар, VN деген тұр, VN бассаңыздар, VN-ге жіберіледі. CapCut деген тұр, CapCut-қа бассаңыздар, CapCut-қа кетеді, және де еще бассаңыздар, мына жағында видеолип деген бар, видеолипке жіберетін болсаңыздар, осылай жібересіздер. Мен мысалы CapCut-қа жібердім. Мінекей осылай шығады. Мінекей осылай жібере бересіздер. Енді YouTube-тан қалай жіберуге болады дейтін болсаңыздар, YouTube-тағылар былай көрсете салайын сіздерге. Мысалы YouTube-тан мына музыка ұнап қалды дейік сізге. Ең алдымен біз поделицияны басып, осы жерден ссылкасын көшіріп аламыз да, Telegram-ға кіріп, мынадай боттар бар қазір, Libot деген тұр. Мынаның ішіне кіріп жіберсеңіздер болады. Мінекей осы жерге жіберетін болсаңыздар, ол аудиосын бөлек алып беретін болады. Осы жерге кіріп, дәл жаңағыдай жалғастырып жасап кете бересіздер. Libot сақтап алыңыздар. Осылай музыканы қоямыз дейілік. Музыканы өшіп түсе салдым, керек емес. Енді текст жалпы түсінікті. Енді оның ішіндегі айту керек нәрсесі ол мына жерде төрт түрлінің алғашқы екеуін айта салайын. Біріншісі ол жалпы примерно жаздық дейік. Стильге кіретін болсақ, мына жерде неше түрлі шрифттер, бояулар, тендер барлығы, және де эффекттің ішінде осындай әртүрлі түсіммен, әртүрлі түстермен фразаға кіретін болсаңыздар, осылардың ішіне жаза аласыздар. Және де анимация ол шығуы, кіруі, жалпы барлығы. Және де мына жерде мындай бар. Екінші текстовый шаблон деген, бұның ішінде жалпы әртүрлі әдемі шаблондар бар. Яғни таргетке видео түсіретін болсаңыздар, басқа да жерлерге, мысалы, мен андай прикольный түсіріп қойсаңыздар болады. Сообщение келген сияқты қайттан шығарып, қайтып көрге жіберіп ше. Сондай прикольный істеп қойсаңыздар болады. Жалпы текстке байланысты осындай. Үшінші стикер деген жалпы осы CapCut приложениесінің ішіндегі стикерлер өте көп. Мысалы, әрқайсының ішінде бір папка сияқты, мына әрқайсының ішінде әртүрлі стикерлер бар. Ішін асықпай ақтарып шықсаңыздар, ішінің барлығын таба аласыздар. Және де одан кейін стикерден кейін наложение дегеніміз ол жалпы видеоны екінші слойға өткізу. Мысалы, мен қазір мынаны былай өткізе салсам да болады, екінші слойға. Мына жақта тағы наложение деген бар. Осылай басып шығарып жүрсем болады екінші слойға. Немесе басқа жақтан видео кіретін болсақ, наложениені басып, добавить деген бассаңыздар, осы жақтан видео, фото қоя бересіздер. Мысалы, осылай да. Былай басып болмасты.
толық экран деген сияқты осылай қоя бересіздер. Наложение деген жалпы түсінікті. Бұл енді хромакей жасайтын кезде, маска жалпы бірінің үстіне бірін шығарып солай қоятын кезде, қазір алдағы уақытта айтамын маска хромакей туралы, сол кезде түсінікті болады. Келесі бізде эффекті. Жалпы CapCut'тың стикерде, эффектлерде өте әдемі. Мына жерде өзі екі түрлі болып тұр. Бірінші жалпы видеоға, екінші тек бет пішініне ғана. Бет пішініне кіріп көрейін. Мысалы, осылай қойсаңыздар, адамның беті осылай болып тұрады. Эмоцияға кіретін болсаңыздар, осылай жалпы неше түрлі прикольный өзіңіздің креативтеріңізге байланысты жасай бересіздер. Мына беттегі эффекті видео дегеніміз ол жалпы видеоға қойылатын нәрселер. Енді бұның ішінде көп әртүрлі нәрсе бар. Рамка, природа, басқа мен бұның барлығын қойып көргем кезінде өте әдемі. Шынымен де қолданыңыздар. Бұның ішінде эффектілерді, стикерлерді шынымен де өте әдемі. Жалпы эффекті бітті. Келесі фильтрді білесіздер. Жалпы бояуы фильм деп мысалы мынаны бүйтіп қоятын болсаңыздар, осылай жалпы қайсы видеоны ашып тұр, соны қойып кете бересіздер. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Фильтрді білесіздер. Формат дегеніміз формат ол да түсінікті. 9:16 деген формат ол стористің форматы. Ал лентаға қоятын болсаңыздар, Инстаграмға 16:9 қойсаңыздар да болады. Жалпы YouTube формат 1:1 қойсаңыздар да болады, 4:3 де болады, 3:4 де болады. Одан кейін холст дегеніміз ол артқы фон. Мысалы мен қазір көрсете салайын. Мына түсті таңдадым мысалы, бір түсті. Енді форматты мысалы мен 1:1 қылатын болсам, артқы фон мынандай болып қалады. Көріп тұрсыздар ма? Сол кезде переменный холстты мынандай қылып қойсаңыздар болады. Мынандай қылып қойсаңыздар, мынандай қылып жалпы қоя бересіздер. Жалпы не үшін керек екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Форматты тағы да 9:16-ға қоя салайын. Келесі настроить ол кәдімгі видеоның жарығын, бояуын, мына жерде резкус деген бар. Болған көретін болсаңыздар, качествосын жақсартады. Мысалы, қарасаңыздар, жаймен қарасаңыздар, түріне андай качествосы жақсарып жатыр, көрдіңіз бе? Осылай жасасаңыздар болады. Енді бұны до конца апарып қоятын болсаңыздар, андай быжырлап кетеді. Примерно осы 20-30-дың арасында әдемі болып тұрады. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Негізгі бөлімді айтып болдым, енді видеоға қатысты нәрселерді айтайын. Мінекей видеоның үстін басатын болсақ, астында осылай көп нәрсе шығады. Бұларды қазір жеке-жеке түсіндірейін. Өйткені қызық енді басталды дегенде әрқайсының өзіне тән атқаратын қызметі бар. Бірінші разделить ол түсінікті. Видеоны қырқу. Мысалы, осы жерден басатын болсақ, осы жерден қырқу. Енді кез келген жерімізге қойып қырқа бересіздер. Екінші скорста белгілі. Бұл бірақ CapCut'та екі түрі бар. Нормальный және де кривая деген. Ол нормально кіретін болсаңыздар, ол мынаны тез немесе жай қылатын болсаңыздар, видео толығымен тез болады, немесе видео толығымен жай болады. Ал кривая дегеніміз ол мына жерде автоматты түрлері бар екен. Видеоның кей жерлері тез болады, кей жерлері жай болады, кей жерлері тез, кей жерлері жай деген сияқты. Оны өзіміздің қолымызбен жасай аламыз. Мына біріншіне кіретін болса, изменить деген басып, мына жерлерін тез, мына жерлерін жай, мына жерлерін тез, мына жерлерін жай типа осылай қоя аламыз. Бірақ оны андай адам жүріп бара жатқан кезде немесе машина жүріп бара жатқан кезде қойсаңыздар болады. Мысалы, Инстаграмда мынандай видеоларды қойсаңыздар болады. Түсінікті деп ойлаймын. Скорость түсінікті, громкость түсінікті, дауысын азайтып қатты қоятын. Анимация дегеніміз видеоның басталуы, кіруі шығуы, жалпы неше түрлі шаблондар бар мына жерде. Өздеріңізге ұнағанын қоя бересіздер. Болды, түсінікті деп ойлаймын. Келесі удалить, одан кейін удалить фон дегеніміз ол артқы фонды өшіріп тастау. Мысалы, осылай үстін басатын болсаңыздар, осылай өшіп қалады. Бұның артына фото қоятын болсаңыздар, мысалы фото қоятын болсаңыздар, мынандай болып тұрады. Мінекей. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде стиль дегеніміз жалпы мұның ішінде әртүрлі түрлері бар, бірақ бұл видеоға тек мына мультяшный ғана қойылады екен. Яғни адамның түрі мультфильм сияқты осылай сөйлеп тұрады. Ал фотоларға мұның барлығы қойыла беру керек. Мінекей, барлығы ашық тұр. Мысалы 3D-ні қоятын болсаңыздар, көрдіңіз бе, артқы фон жылжып жатыр. Мысалы мынаны қараңыз, мынау қимылдамай тұр. 3D-ні басатын болсаңыздар, осылай қимылдап тұратыннан әрқайсысы әртүрлі, мысалы адамның түрін мультфильм сияқты қылады, басқа қылады. Жалпы сондай нәрселер түсінікті деп ойлаймын. Келесі извлечь звук деген ол аудио мен видеоны бөліп тастау. Мысалы үстін басатын болсам, аудиосы бөлек алынады. Мінекей осылай аудиосы бөлек алынды. Мен оны мына видеоны қысқартып тастайтын болсам, аудио тұра береді.
сөйлеп тұра береді, бірақ видео, фото ауысып тұра береді деген сияқты. Бұл да түсінікті деп ойлаймын. Келесі изменить те түсінікті. Мына жанға қоясыздар, немесе аудара аласыздар, және де видеоны қысқарта аласыздар, былай немесе размерлерін, форматтарын келтіресіздер. Бұл да түсінікті деп ойлаймын. Келесі фильтр де түсінікті. Ол жалпы өзіңізге ұнайтын видеоны ашып тұрған түспен қоя бересіздер фильтрді. Одан кейінгісі настроить дегеніміз жалпы видеоның жарығын, барлығын реттеуші. Келесі бұл жалпы андай не сияқты, бетке андай не дейді, қыздардың пудра жаққан сияқты қылып тұрады, бетін тегістеп, мысалы мынаны былай істейтін болса, қараңыздар, бетінің несін, бет тазарып жатыр, көрдіңіз бе? Ал екінші форма дегеніміз ол мына жақтың кішірейіп үлкеюі. Бұны да тоже қыздар қолданады көбіне. Осылай істеп қойатын болсаңыздар, адам түрі осылай болады. Келесі бізде маска дегеніміз ол мысалы екі видеоны қатарынан қойып, келесі слойға екінші видеоны қоятын болсаңыздар, мен бірден мысал түсіндіріп кете берейін. Мына жерге мысалы бір видеоны қоя салайын. Мен мына кезде екеуін де көрсеткім келетін болса, мен ол кезде масканы дегенді басып, мынаны таңдап, мысалы осылай қойып тастасам болады. Жартылай мынау көрініп тұрады, жартылай мынау көрініп тұрады деген сияқты. Бұндайды көбіне андай екі адам болып кететін кезде, үш адам болып кететін кезде қолданған жақсы. Мысалы мынандай видеолар, мына видеолар мысалы маскамен түсті. Мына видео тоже. Тағындай видео. Мына видеода маскамен шыққан. Тоқта достым, сен соңғы жаңалықтарды естідің бе? Дәл қазір ғалымдардың айтуы бойынша мына телефон арқылы мына тұрған бокалды суға толтыруға болады. Мына видеода. Біздің арамызда әлі күнге бар тартылы. Және мына видеода. Дәл осылай сіздер де жасай бересіздер. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде хромакей де түсінікті. Мысалы артқа жасыл фонға видео түсіретін болсаңыздар, мына кнопканы, яғни мына бір айналып тұрған ортада тұрған шар сияқты нәрсені сол түстің үстіне қоясыздар. Мысалы мына жерде жасыл болатын болса, немесе мына жерде жасыл болатын болса, сол түсті алып тастайтын болсаңыздар, өшіп қалады сол жер ғана. Енді мына жерде енді барлығының түсі бір-біріне ұқсайтын болғаннан кейін ол болмайды. Яғни артындағы түс ерекше түс болу керек та. Яғни ашық қанық көк түс болу керек, немесе жасыл түс болу керек деген сияқты. Яғни хромакей дегеніміз негізі сол жасыл түс пен қанық көк түстер. Ол да түсінікті деп ойлаймын. Егер хромакей туралы дұрыс білмесеңіздер, мына жоғарыда шығып тұр қазір хромакей деген тақырып. Осы тақырыпқа кірсеңіздер, хромакейді толық түсіндіріп кеткен болатынмын. Кіріп көріңіздер. Және де наложение ол жаңағыда екінші қатарға шығару, осылай. Заменить деген сол видеоны ауыстыру. Бұны басатын болсам, мынаяқтағы сыртта тұрған видеолардың орнын ауыстырасыз. Мысалы, мынаның орнына басқа видеоны қойғым келеді деген сияқты ауыстыра бересіздер. Стабилизация дегеніміз ол видеоның дірілдетуін шамалы баяулату. Мысалы, мынаны бететін болсақ, қойып қоятын болсақ, стабилизация шамалы қосылып тұр. Қимылдауы шамалы азайып тұр. Ато бит дірілдеп тұруы мүмкін кейбір видеолар. Сол кезде осы стабилизация дегенді қосып қойыңыздар. Одан кейінгісі де түсінікті деп ойлаймын. Ол да былай видеоның көрінуі. Келесі голос эффект дегеніміз ол видеоның дауыстың өзгеруі. Мысалы, мына жерде қойылам екен, дауыс мен өшіп тұрдым ба, қалай батқан? Өшіп тұр. Мен дауысын шығарып қоя салайын видеоның. Брат, қандай бизнес? Мінекей, енді жаңағы эффект деген қоятын болсақ. Брат, қандай бизнеспен айналысам білмеймін. Брат, қандай бизнеспен түсінікті деп ойлаймын. Келесі копировать дегеніміз ол екі көшіріп тастау. Мысалы, осылай басатын болсақ, тағы да біреу шығады деген сияқты. Обратно дегеніміз ол видеоны керісінше қылып тастау. Мысалы, басатын болсақ, видео керісінше болып қалады. Наоборот, артынан алдына қарай жүреді. Мысалы, осылай келіп артынан алдына қарай. Мына жерде дұрыс көрінбеген. Бір жерде тұрғаннан кейін онша білінбейді. Видео, яғни видео керісін соңынан алдына қарай қойылады. Ал ана ең соңындағысы ол сол жерден фото болып тоқтап қалады. Түрік киноларында жүгіріп кетеді да, қарап қалған кезде фото болып қалады да, и бірдеңе
пәленше төленше нандай деген сияқты. Мысалы мынаны бүйтіп басатын болсақ, фото болып қалды, міне қараңыз. Осы жерде бүйтпеген кезде тоқтап қалса, мына жерде жазулар шықса, яғни кинода жасайды ғой, сондай сияқты нәрселер енді түсінікті деп ойлаймын ол да. Және де мынандай нәрселер бар. Мына төбеде кристалды көріп тұрсыздар ма? Мына видеоның үстін басқан кезде ғана төбеден шығады кристалл. Мінекей. Ол кристалл дегеніміз, мысалы мына жерден кристалл басып қоятын болсақ, ол осы жерде көріну керек деген нәрсе. Мысалы мен мына жерді тоже басып қойдым, мына жерді тоже басып қойдым. И мына жерде ортадағын бұларға жылысып қоятын болсам. Енді қараңыздар. Вот. Яғни қай жерде қайсысы көріну керек, сол жерлерді белгілеп қоясыздар. Оны да, мысалы мынаның өзі дәл солай түсірілген мына видеода. Түсінікті шығар деп ойлаймын, мына видео болғаннан кейін. Дәл осылай 3 адамды қойып түсіретін болсаңыздар, әрқайсысына қарай өстіп бұрып, мына жағына қойып, ана адамға бұрасыздар, мына кезде мына жағына қойып бұрасыздар деген сияқты түсінікті деп ойлаймын сол кезде. Мінекей осылай, басқа еш нәрсе жоқ бұл жерде. Барлығы түсінікті. Мінекей осылай, мына жоғарыдағы 1080 дегеніміз 1080 пиксельде 60 кадр секунд деп қойсаңыз болады, немесе 30 кадр секунд деп қойсаңыз болады. Ол да өзіңізге байланысты. Болды, мінекей осындай, басқа еш нәрсе жоқ. Сіздер де осыны жасай аласыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.